Сәлем студент, бүгін біз to be етістігін ары қарай жалғастыратын боламыз. Нақтырақ бізде өткен сабақта айтқандай, сөйлемнің үш түрі болады. Ол болымды, болымсыз және сұраулы. Болымдыны және болымсызды біз өткен сабақтарда өткен болатынбыз. Бүгін сұраулыға тоқталамыз. Сұраулы сөйлемді вообще сұраулы сөйлемге айналдыру үшін мынау subject'тің алдына to be етістігі шығып кетеді. Мысалға I am болса, бізде мынау am to be етістігі I есімдігінің алдына шығады да am I болады. You are болса, мына a to be етістігі you'дің алдына шығады да are you болады. We are болса, мына жерде дәл солай. We are, they are болса, are we, are they, he is he, she is she, it is it. Яғни мына жерде есімдіктің алдына to be етістігі шығып тұр. Енді кішкене мысалға тоқталайық. Бұл жерде бірінші сөйлемге қарасаңыздар, are Jane and Alice sisters дейді. Бұл жерде Jane мен Алисаның әпкелі сіңілі ме екендігін сұрап жатыр. Бұл жерде бір емес екі адамды жайлы айтып тұрмыз және оған сұрақ қоямыз. Кімдер деп сұрақ қойсақ, ол бізге олар дейміз. Оларды біз ағылшын тілде they деп айтамыз. Значит, they мен бізде to be етістігі қолданылады. Немесе былай да істесек болады. Бұл жерде бізде бір адам жайлы айтып тұрған жоқпыз, екі адам жайлы. Значит, көпше түрде тұр. Көпше түрде біз to be етістігін қоямыз деп, Is this car yours? Бұл машина сенікі ме? Бұл жерде машина, бір ғана машина жайлы айтып тұрмыз. Жекеше формада тұр. Сол себепті is қолданылады. Am I in your way дейді. Бұл жерде етістігі жаңдай есімдігімен am to be етістігі қолданылады. Бұл жерде is Maria John's sister деп жатыр. Яғни Мария Джонның әпкесі ме деп сұрап жатыр. Яғни бұл жерде бір ғана Мария жайлы айтып жатырмыз. Сол себепті оған кім деп сұрақ қойсақ, she деп айтамыз, ол деп айтамыз. Ол мен she мен бізде to be етістігі қолданылады, немесе жекеше формада тұр деп to be етістігін is деп қолданамыз деп айтсақ та болады. Ары қарай are you 25 years old? Сенің жасың жаңағыдай 25-те ма деп сұрап жатыр. You есімдігімен бізде to be етістігі қолданылады. Және де сұраулы сөйлемдерге бізге қысқа жауаптар бар. Ол яғни иә деп айту және жоқ деп айту. Мысалға am I сөзі болатын болса, am I болса yes I am дейміз. Мынау жауап болады. Yes I am. Немесе no I am not. Яғни no I'm not десек те болады. Яғни бұларға қысқа жауап болғанның өзінде ағылшындықтарда, яғни жай ғана yes, no деп айтпаймыз. Біз yes-тен кейін нақты кім жайлы айтып жатырмыз, сол есімдікті айтып, яғни to be етістігін де қоямыз. Ал егер біз сөйлемді жоққа шығарып айтса, яғни жоқ деп айтқымыз келсе, no дейміз да, сол кім жайлы айтып жатырмыз, сол есімдікті айтамыз, to be етістігін қоямыз және де not сөзін қоямыз. Yes, I am. No, I am not. Жоқ дегенді біледі. Are we дейді. Біз жайлы айтып жатсақ. Yes, we are. Я дегенді білдіреді. No, we are not. Жоқ дегенді білдіреді. Are you дейді. Yes, you are. Я дейді. No, you aren't дейді. Жоқ дегенді білдіреді. Are they? Yes, they are. No, they aren't. Жоқ. Is he? Yes, he is. No, he isn't. Жоқ. Is she? Yes, she is. Yeah. No, she isn't. Жоқ. Is it? Yes, it is. Яғни есімдікті айтып жатыр, сосын to be-ді қойып жатыр. Yeah. No, it isn't. Жоқ деп айтып жатырмыз, Бұл қысқа жауаптар сөйлемге я немесе жоқ деп айтудың жолы. Бірінші я деп айтамыз, сосын to be етістігін қоямыз, кім жайлы айтып жатырмыз, сосын бірінші я дейміз, одан кейін есімдікті қоямыз дегенім. Есімдікті қоямыз, кім жайлы айтып жатырмыз, одан кейін to be етістігі қойылады. Жоқ деп айтқымыз келсе no дейміз, сосын есімдік тұрады, to be етістігі және оған not сөзін жалғаймыз. Бүгінге осы жаңа сабақта болған керекті ақпараттың барлығын жазып жаттап аламыз және міндетті түрде тапсырманы орындаймыз. See you next lesson. Bye.